құрметті көрермен, біз студияда бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Жаңа ғана сіздердің назарыңызға Ақберен республикалық байқауының видеосын ұсынған болатынбыз. Дәл қазір сол Ақберен байқауының жеңімпаздары, жүлдегерлер біздің студиямызға жайғасты. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Таңғы көңіл-күйлеріңіз қалай? Қош келдіңіздер. Рахмет, жақсы. Арнамызға қош келдіңіздер. Рахмет. Сірәттерді бүгінде сіз екібастұз қаласыз. Сіз екібастұз. Ақтоғайдан біздің арнамызға арнайы келіп отыр екенсіздер. Бізді тәуелсіз еліміздің ұрпақтары. Жуырда республикалық көлемде өткен Ақберен байқауына барып қатысып, жеңіс тұғырынан көрініп келдіңіздер. Шын жүректен құттықтаймыз. Облысымыздың намысын көтеріп, бәрекелді. Енді барша көрерменге таныстырып өтсем, Нұрай Сағынтаева Ақберен республикалық байқауының жүлдегері, сонымен қатар Аймөлдір Шәкірт Ақберен республикалық байқауының жүлдегері және де Айдын Серікұлы. Дәл осы байқаудың жүлдегері, Сіз үшінші орын иегерсіз. Үшінші орын иегеріміз. Құттықтаймыз. Ал енді жалпы білеміз, осы күз айынан бастап өтіп жатыр. Ең алдымен мектептерде өтуде, қалалық кезден облыс болды. Енді республикалық көлемге сіздер жолдама алып, өте жақсы дәрежеде қорғап келдіңіздер. Мысалы, өлең жолдарын оқисыздар ғой, поэзияға жақынсыздар ғой. Бәрекелді. Тарту бола ма біздің арнамызға? Болады. Абай Құнанбайұлының Ескендір поэмасы. Жаңа айтып өткендей, екі образы соны өзім тыңдаған келіп тұр. Соны орындап берсең? Үзіндісін. Әрине өзіндісін. Аристотель патшаға хәкім келді. Мұна сүйек қазынаның бәрін жеңді. Бұл сүйекті басарлық нәрсе бар ма? Ақылыңмен ойланып тапшы деді. Хәкім жерден топырақ алып барды. Бір уыстап сүйекке шашы салды. Ана басы сылқ етіп жерге түсіп, сүйек басы жоғары шығып қалды. Мұны көріп Ескендір астырады. Хәкімді аулақ жерге шақырады. Таңғаларлық іс болды мұның өзі, мәнісін айтып берші, деп сұрады. Бұл адам көз сегі деді ханға. Тояма, адам саны мыңмен санға, жетім көзі жер жүзін тоймаса да, өлсе тояр көзіне құм құйылғанда. Кәпір көзін денеден арынан үлкен, алған сайын денеге тоям екен, қанша түрі жүрсе де өлген күні өз көзмен бірдей ақ болады екен. Ашуланба, ей патшам, айтайындат. Алтын қақпа бермеді сізге рұқсат. Сыйсырадың, бергені бір қу сүйек, мұны көріп алыңыз, сізге барады. Ойлап, патшаның мойны түсті. Құдайым көрсетті деп бұл бір істі. Бекерлік екен менің бұл бір ісім, қолын алып жұртына қайта көшті. Азақ сөз айттым, бітті бұл әңгіме. Мұны бір өзге сөздің бірі деме. Қарның тойса қайғырма мақтан үшін, тойса көзің толар деп қайғы жеме. Қу өмір жолдас болмас әлі көтер. Өз күлкіңе өзің қарық болма бекер. Ятың мен арыңды малға сатып, ятсыздан иман жоқ түкпе жетер. Мақтанасың біреуге мақтансын деп, шау жырайым еш адам қақпасын деп. Сен кеткен соң артынан күліп қалар, антырадай құдайым сақтансын деп. Ақылсыз, өзім мақтап бұлжырайды, бойыңа өшіп сөйлесең нең құрайды, жақсы болсаң жарықты кім көреді, өз бағыңды өзіңнен кім сұрайды? Бәрекелді. Сіз Темірбек Жүргеновке барыңыз. Әртіс болашақ. Шынымен бір өлең жолдарда екі образын дауысын салып, нақышына келтіріп айтып беруде. Актерлік шеберлі, оның үстіне жаңағыда өте көлемді текст, жаңағы поэмадан үзінді. Жалпы қанша уақыт дайындалдыңыз? Бұл жай ғана қысқа үзіндісі, бұдан да ұзағын айттыңыз ба сіз? Тарау беттерін білем бұл поэманы. Өзі 5-6 беттен тұрады. Осы Ескендір поэмасын мен 3 жұмада жаттап алдым. 3 жұмада жаттап. Неше минут бұл? Уақытпенен ба? Уақытпенен 9-8 минут. 9-8 минут бойы, соны жатқа айтып бердіңіз? Жатқа айтып бердім. Осы дайындаған мұғаліме Шәкірт Нұрсәулеге, еңбекші негізгі мектебіне барлық мұғалімдеріне, оқушыларына сәлем айтқым келеді. Ой, бәрекелді, тамаша. Сәлеміңіз қабыл болсын.